Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен 3-ші тақырыпты ұсынамын. Киберпедагогика технологиялары мен әдістерінің дидактикалық дайджесті. Цифрлы дидактика және киберпедагогика. Қарастырылатын мәселелер. Цифрлы дидактика ұғымының мәні. Цифрлық білім беру үдерісінің дидактикалық принциптері. Киберпедагогиканың пайда болу тарихы. Цифрлы білім беру үдерісінде қолданылатын технологиялар. Ұсынылатын негізгі әдебиеттер. Бұзаубақова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямхановна, Маковецкая Анастасия Андреевна, Цифрлы педагогика, Тараз, 2022 жыл, 314 бет. Және электронды ресурстар. Цифрлы дидактика ұғымының мәнін ашып көрсетеміз. Цифрлы дидактика дегеніміз не? Цифрлы дидактика педагогиканың басты саласы. Цифрлы қоғамдағы оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ғылыми пән. Цифрлы дидактика дидактиканың негізгі ұғымдары мен принциптерін цифрлы орта жағдайларына байланысты оқыту, толықтыру және түрлендіру жайындағы ғылым болып есептелінеді. Цифрлы дидактика заманауи педагогиканың басты саласы, ғылыми бағыты. Оның негізгі пәні білім беру үдерісін цифрлық трансформациялау, цифрлық экономика мен желілік қоғамға көшу жағдайында оқыту үдерісін ұйымдастыру. Цифрлы педагогикалық технологиялар мен оқыту әдістеріне нелер жатады? Цифрлы педагогикалық технологиялар мен оқыту әдістері болып табылатындар. Қашықтықтан оқыту, мобильді оқыту, виртуалды оқыту, мультимедиалық сабақ, онлайн тестілеу, желілік телекоммуникациялық оқыту жобалары және микрооқыту немесе микродозаларда оқыту. Білім беру үдерісінің дидактикалық принциптерін атап өтеміз. Үстемдік принципі, даралау принципі, орындылық принципі, күрделіліктің өсу принципі, тәжірибеге бағдарлану принципі, ынтымақтастық пен өзара әрекеттестіктегі оқыту принципі, енгізілген бағалау принципі, икемділік және бейімделу принципі, білім беру ортасының қанығу принципі және полимодальдылық немесе мультимедиалық принцип. Цифрлы білім беру үдерісінің дидактикалық принциптерінің мәнін ашып көрсетеміз. Үстемділік принципі. Үстемділік принципі цифрлық білім беру ортасында білім алушының өзіндік іс-әрекетіне бағытталады. Педагог оқу үдерісін ұйымдастырып, оқу үдерісінде білім алушыға қолдау көрсетіп, көмектесуі керек. Даралау принципі. Даралау принципі білім алушының оқу мақсатын өз бетінше анықтауға, білім беру үдерісінің стратегиясы, бағдарламасын меңгеру қарқыны мен деңгейін таңдауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл оқытушыға білім алушының жеке даму көрсеткіштері мен оқу нәтижелерін бақылауға мүмкіндік ашады. Орнықтылық принципі. Дәстүрлі дидактиканың мақсаттылық принципімен сәйкес келеді. Оқу үдерісінде әрбір білім алушының білім беру үдерісіне алға қойылған мақсатына қол жеткізілуін қамтамасыз ететін цифрлық технологияларды қолдануды қамтамасыз етеді. Икемділік пен бейімділік принципі. Икемділік пен бейімділік принципі цифрлық білім беру үдерісінің жағдайларына байланысты жеке көзқарасты дамытуға мүмкіндік береді. Цифрлы білім беру үдерісі оқу материалын ұсыну тәртібі, тәсілі және қарқыны сияқты аспектілерді назарға ала отырып, бағдарламаны әрбір білім алушыға автоматты түрде бейімдеуге мүмкіндік береді. Цифрлы білім беру үдерісінің дидактикалық принциптерінің ішіндегі ең маңыздысы оқытудағы жетістік принципі. Оқытудағы жетістік принципі беріктің дидактикалық принципімен сәйкес келеді және мақсатқа жетуді, сонымен қатар білім беру мен дағдыларды толық игеруді талап етеді. Цифрлы білім беру үдерісінде бұл принцип түсіндіру, бекіту, бақылау сияқты дидактикалық тізбегіндегі соңғы элемент болып есептелінеді.
ынтымақтастық пен өзара әрекеттестікте оқыту принципі. Интерактивтіліктің дидактикалық принципінің аналогы болып табылады. Мұғалім мен білім алушы арасында белсенді, көп жақты байланыс негізінде нақты және желілік оқу үдерісін құруды талап етеді. Бұл принцип желілік оқытудың топтық формаларын қолдануды қамтиды. Тәжірибеге бағдарлану принципі. Оқытудың өмірмен байланысының дәстүрлік дидактикалық принципімен тікелей байланысты. Практикалық бағдарлау принципі мақсаттары мен нақты нәтижелерді нақты реттеуді қажет етеді. Оқу мақсаттары, міндеттерін айқындау және проблемалық жағдайларды болдырмау. Практикалық тапсырмалар. Алынған білімді қажетті жағдайда, яғни қолданыстағы жобада тәжірибеге бекіту. Күрделіліктің өсу принципі. Күрделіліктің өсу принципі қарапайымнан күрделіге және күрделіден қарапайымға дейін, жалпыдан жекеге және жекеден жалпыға дейін, жекеден топтыққа және жеке немесе басқа да оқыту үдерістері. Білім беру ортасының қанықтық принципі. Білім беру үдерісінің қанықтыру принципі жеке оқыту стратегиясын құру үшін ақпараттық ресурстардың көптігін талап етеді. Мұндай резервті желілік білім беру ресурсын бірыңғай ақпараттық білім беру ортасы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Полимодальдылық немесе мультимедиалық принцип. Оқу үдерісі барысында білім алушының жетістігін үздіксіз бағалауды талап етеді. Цифрлық технологиялар педагогке тапсырманы орындау нәтижелері туралы қажетті деректерді үздіксіз бере отырып, жедел кері байланысты қамтамасыз ете алады. Осының нәтижесінде педагог білім алушының күшті және әлсіз жақтары туралы қорытынды жасай алады. Ал бұл оқу үдерісінде жақын оқу мақсаттарын түзетуге кеңінен мүмкіндік береді. Цифрлы білім беру ортасында киберкеңістік ұғымдары пайда болды. Кибер және киберкеңістік ұғымдарының мәнін ашып көрсетеміз. Кибер ұғымы нені білдіреді? Кибер ұғымы ағылшын тілінен алынған сөз. Кибер компьютерлік, электрондық, цифрлық технологиялармен байланысты кибер әртүрлік желілік ресурстарға, ақпараттық объектілер мен оқиғаларға сілтеме жасау үшін қолданылатын бүкіл әлемдік, ғаламдық, желілік түбір деп есептелінеді. Киберкеңістік. Киберкеңістік ақпараттық техникалық инфрақұрылымның өзара тәуелді жиынтығын, оның ішінде деректерді сақтауға, өңдеуге, түрлендіруге және алмасуға арналған ақпараттық және телекоммуникациялық желілер мен компьютерлік жүйелерді қамтитын ақпараттық ортаның ғаламдық саласы. Киберпедагогика технологияларының бағыттарын атап өтеміз. Желілік және виртуалды оқыту, өздігінен білім алу, білім беруді жобалау, қалыптастыру және меңгеру үдерісін ұйымдастыру. Желілік және виртуалды оқыту. Топтық үдеріспен шектелген оқытудан әртүрлі орталар мен кеңістіктерде, соның ішінде желілік және виртуалды оқытуға дейін оқыту. Өздігінен білім алу. Өздігінен білім алу, білім беру ұйымының оқу үдерісінен білім беру желісіндегі оқытуға және білім беру ортасында өздігінен білім алуға дейінгі оқыту. Білім беруді жобалау, қалыптастыру және меңгеру үдерісін ұйымдастыру. Бұл оқыту мен оқыту әрекетін ұйымдастырудан бастап білім беру бағыттарын жобалау, қалыптастыру және меңгеру үдерісін ұйымдастыруға дейінгі оқыту деп есептелінеді. Оқытуды жекешелендіруге қойылатын педагогикалық талаптар. Жеке білім беру маршруттарын құру, білім алушылардың өз бетімен жұмыс істеуі, өзін-өзі тәрбиелеуі және өзін-өзі дамытатын білім беру ортасын құру. Сондай-ақ білім беру желісінде оқу үдерісіне бөлінген формаларды пайдалану, бейімделген оқыту технологияларын қолдану. Цифрлы білім беру үдерісінде қолданылатын технологияларды ашып көрсетеміз. Цифрлы білім беру үдерісінде қолданылатын технологиялар біріншіден бұл кеңсе бағдарламалары, графикалық редакторлар, интернет браузерлер,
телекоммуникацияларды ұйымдастыру. Сондай-ақ әмбебап мақсаттағы ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Цифрлы білім беру технологиялары екіншіден ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданумен байланысты немесе оларды пайдалануға негізделген педагогикалық технологиялар немесе оқыту технологиялары. Цифрлы білім беру технологиялары үшіншіден білім алушыларға қажетті құзыреттілік, білім және дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін практикада қолданатын өндірістік технологиялар. Цифрландыру жағдайындағы педагогтың жетекші функцияларын ашып көрсетеміз. Цифрландыру жағдайындағы педагогтың басты функциясы оқыту әдістерін, жұмыс материалдары, диагностикалық және қалыптастырушы бағалау құралдарын жобалау және даму мүмкіндіктерімен қаныққан жергілікті білім беру ортасын құру. Екіншіден, оқу әрекетін ұйымдастыру және цифрлы технологияларды пайдаланудың бір іздігілігіне негізделген оқу сабақтарының сценарийларын жобалау, құрастыру. Цифрлы ұрпақтың әртүрлі өмір сүру кеңістігін біріктіру, яғни виртуалды және білім алушының нақты әлеуметтік кәсіби әлемде дамуынан қолдау көрсету. Төртіншіден, жеке маңызды тәжірибені рефлексиялық талқылауды ұйымдастыру, сондай-ақ табысты маман рөлдік образдарын тасымалдаушы ретінде жұмыс жасау. Бесіншіден, цифрлы білім беру ортасында білім алушының жеке және топтық іс-әрекетін ұйымдастыра алу. Алтыншы, білім алушымен жұмыс істейтін басқа мұғалімдермен де тұрақты, сындарлы өзара әрекеттесе алу, яғни ынтымақтастық, бірлестік. Келесі, білім беру маңызды коммуникация жағдайларын жобалау және ұйымдастыру, желілік коммуникация. Цифрлық ортада ақпаратты іздеу және таңдау үдерісінде сыни ойлауды қалыптастыру және дамыту. Және соңғы функциясы білім алушының оқу мотивациясын басқару. Оның ішінде топпен жұмыс кезінде, яғни фасилитация құралдарын қолдана білуді үйрену. Цифрлы білім беру технологияларының пайдалануда жалпы практикада ғалым Эртниев ұсынған кеңейтілген немесе іріленген дидактикалық бірлік педагогикалық технологиясы пайдаланылады. Кеңейтілген дидактикалық бірлік педагогикалық технологиясының мәні жаңа білім мағыналық, логикалық байланыстары негізінде біріккен және тұтас қорытылатын ақпарат бірлігін құрайтын ұғымдар жүйесі ретінде беріледі. Кеңейтілген дидактикалық бірлік кезеңдерін ашып көрсетеміз. Кеңейтілген дидактикалық бірлік кезеңдерінің принципіне сүйене отырып, білім алушылар тапсырманы орындау кезеңі. Бір мезгілде өзара әрекеттер жасау, амалдарды оқу кезеңі. Үшінші кезең бір мезгілде қарастыра отырып, қарама-қарсы ұғымдарды салыстыра алу кезеңі. Төртінші кезең сабақтас және ұқсас ұғымдарды салыстыру. Соңғы кезең жаттығу бойынша жұмыс кезеңдерін шешу жолдарын салыстыру. Жалпы цифрлы білім беру технологияласын пайдалануда цифрлы ортада интерактивті постерлер кеңінен пайдаланылады. Интерактивті постердің элементтерін ашып көрсетеміз. Конструктор. Конструктор мұғалім мен білім алушыға оқу материалы бойынша жобалар, сызбалар жасауға мүмкіндік беретін құрал. Екінші интерактивті постердің элементі реферат. Реферат иллюстрацияланған анықтамалық реферат болып есептелінеді. Жасырын сурет режимін құру, яғни түсіндірме ақпаратты қосу және өшіру мүмкіндігі. Иллюстрациялар, интерактивті сызбалар, анимациялар, бейне клиптер жиынтығы пайдаланылады және көп деңгейлі есептер кітабы де есепке алынады. Цифрлы ортада интерактивті постерді қолданған кезде постер немесе плакаттың бірінші деңгейлерін сіздерге ұсынамыз. Әрбір компоненттің өзінің жеке элементтері болады.
Мәселен, 4 компонент көрсетіледі. Мұнда 4 компоненттің өзіне тән 4 элементтер болады. Ол элементтер өзара бір-бірімен байланысқан. Интерактивті құралдарына тоқталамыз. Интерактивті құралдарға жататындар. Интерактивті анықтамалық жазбалар, көп деңгейлі дидактикалық ойындар, интерактивті қабырға және интерактивті инфографика. Интерактивті анықтамалық жазбалар. Microsoft мүмкіндіктері қажетті жабдықтардың кез келген санын жасауды және сақтауды қамтамасыз етеді. Көп деңгейлі дидактикалық ойындар. Белсенді оқытудың бірқатар принциптерін жүзеге асыратын және ережелердің болуын, ойын әрекетін бекітілген құрылымын және бағалау жүйесінің болуымен ерекшеленетін оқыту ойыны. Интерактивті қабырға. Әртүрлі мультимедиалық қасиеттерге ие және жоғарғы кескін сапасын қамтамасыз ететін тік проекция. Интерактивті инфографика. Ақпаратты, деректерді және білімді ұсынудың графикалық тәсілі. Цифрлы білім беру ресурстарының басты негізгі ерекшеліктерін атап өтеміз. Артықшылық, көп деңгейлік, соның нәтижесінде мазмұнның өзгермелігі. Білім алушының сұранысы бойынша ақпаратты ұсыну, ақпаратты өңдеу, іріктеу, жеке білім беру траекториясын жүзеге асыру. Зерттелетін материалды жан-жақты қамту мақсатында әртүрлі формада, яғни мәтіндік, графикалық, дыбыстық, мультимедиалық ұсынылған мазмұнның өзара байланысты фрагменттерінің әртүрлі комбинацияларын жүзеге асыру. Оқытудың деңгейлік саралануын жүзеге асыру және өзгермелік принциппен жұмыс жасау. Цифрлы білім беру мазмұнын тереңірек ашып көрсетейік. Оқу ақпаратын және мультимедияны ұсынудың артықшылықтары және мазмұнның интерактивтілігі. Оқу ақпаратын және мультимедияны ұсынудың артықшылықтарына жататындар. Білім алушының қабылдау ерекшеліктерін есепке алу. Ақпаратты бір формадан екіншісіне беру формасын дағдысын дамыту. Көру мүмкіндігін арттыру. Заттар мен құбылыстарды шынайы түрде бейнелеу. Мазмұнның интерактивтілігі. Оған жататындар. Мазмұнды сызықтық емес зерттеу мүмкіндігі. Объектілерді манипуляциялау, олардың параметрлерін өзгерту және модельдеу мүмкіндігі. Цифрлы білім берудегі дидактикалық принциптерді ашып көрсетеміз. Дербестендіру принципі. Білім беру мен дамытудың дидактикалық принциптермен сабақтастық байланысты оқу принципінің үстемділік принципі. Мақсаттылық принципі. Икемділік пен бейімдеу принциптері. Оқытудағы табыстылық принципі. Ынтымақтастық пен өзара әрекеттесудегі оқыту принциптері, яғни интерактивтілік принциптер. Оқытудың өмірмен байланыстылығының дәстүрлі дидактикалық принциптермен сабақтастығы. Білім беру ортасының артықшылық принципі. Полимодальдылық немесе мультимедиалық принципі. Цифрлы білім беру принципінің шарттарына қатысты көрнекіліктің дидактикалық принциптермен дамыту. Енгізілген бағалау принциптерін бақылау. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.